Қайырлы күн, құрметті жерлестер. Бүгін Дударай кафесіне келдік. Дударай кафесінде ас мәзірінде жаңадан тағамдар қосылған екен. Яғни кептердің еті. Қазір дәмі осы deyip, өз ойыммен бөлісетін боламын. Шыны керек, кептердің етін бірінші рет жейін деп жатырмын. Осында еті болады екен. Бисмилля. Дәмі өте ерекше. Қалай айтсам екен, қоянның еті сияқты жұмсақ. Ал сіз кептердің етін жегенсіз бе? Комментарийға жаза кетіңіз. Келесі кезекте бізде бөденеден жасалған сорпа. Қазір дәмін көретін боламыз. Сорпасы өте дәмді екен. Ал енді бөдененің етінің дәмін көрейік. Мен өмірімде бірінші рет бөдененің етін жеп жатырмын. Еті жұмсақ екен. Маған ұнады. Мекен жайы қайда деп сұрағандарға Азаттық ауылы Навай көшесінің бойында Дударай кафесі.